Арнайы сіздерге сәлемдемесін алып келдім. Енді интернетке жазып жатыр ғой, дәстүрлі кешіксіз келетініміз бар. Бірақ енді өздеріңіз білесіздер, қазір мерекелік шаралар көп. Бір шаралардың бірі, айтып кетейін, Қызылордада Түпнақ деген ауылымыз бар. Сол ауылдың біраз азаматтар жайлықтан жүреді. Келіп, біз осы Наурыз мерекесіне ауылды қолдайық, ауылдың жағдайын көтерейік. Бір қаржы қорын жасайық, сөйтіп ауылдағы әлеуметтік нысаналар бар, жастар бар, соларды қолдау түрлерін көрсетейік деген бір үлкен бір жиын өткіздік. Ол да бір бастама. Әрине ол бір жоба емес, ұзақ мерзімге жасалатын нәрсе, бірақ мынау өздеріңізді осындай бір шараларды оңтүстік Қазақстан облысында өткізіп жатқаныңыз әрине өте жақсы болды. Енді қазақтың нағыз ортасы, бұл жерде 3 миллион халық тұратын болса, сол енді 2,5 миллионы өзі қазақша өте таза сөйлейді ғой деп есептеймін. Сол себептен қазақтың ортасы. Сосын біз бірнеше рет осы университетте кездесу өткіздік, өткен жыл кездестік. Барлық ойларымыз осы келгенде біз блогшыларды, интернет қолдаушыларды, белсенді жастарды осындай қошеметтеп қолдауымыз керек деген келісімдер жүргіздік. Бүгінгі күні облыс әкімшілік және университет қолдау шараларын жасап жатқанына біз енді шын алғысын білдіргім. Әрине, бұл енді бейресми нәрсе сияқты блогерлер, бірақ өздеріңіз байқасаңыздар, бейресми болса да күші өте көп. Соңғы интернетте болып жатқан көптеген жағдайлар қазір блогерлер күші екенін көрсетеді. Қоғамдық пікірді туғыза алады және қажет болатын болса, мемлекеттік органдар болсын, ұйымдар болсын, оларға өз дегендерін жасата алатыны да байқалды. Сол себептен әрине үшінші рет кездесіп жатырмыз. Бірінші Алматыда болдық, одан кейінгісін Астанада кездестік. Үшінші рет оңтүстік Қазақстан облысында, мен ойымша, әрі қарай дәстүрлі жалғасып, басқа региондарда бола береді. Ал енді мен өзім бірнеше блогым бар. Өкінішке орай қазір енді уақыт тығыздым ма жоқ. Қазір енді блогқа қарағанда әлеуметтік желілер асып барады ма, мен өзім сөйтіп ойлаймын. Себебі блог жүргізуге қазір уақыт аздау, бірақ Facebook, Twitterде уақыт көбірек кетіп жатыр. Сол себептен бұл да бір тенденция шығар деп ойлаймын. Тренд, себебі бөлек өз сайтыңды жасап жүргенше, одан да ортақ Facebook'ке немесе Twitter'ге орналастырған жақсы. Мысалы, мен өз қызметімде де көп пайдаланамын. Жаңа заң жобасы болатын болса, қазір жастарға қатысты концепция, басқа жобаларды болса, әлеуметтік желілер арқылы ақылдасып, шараларды жасап жатырмыз. Осы уақытқа дейін бірнеше жаңа жақсы шаралар өтті. Өткенде Астанада күзде форум өткізді, интернет форум, қазақ тілді блогерлер, қазақ тілді мамандардың арасында. Сол форумда біз бірнеше идея айттық. Содан кейін мен осы жастарға үндеу тастадық. Қандай ұсыныстарыңыз бар? Бізге айтыңыздар. Біз қолымыздан келетін болса, білім және ғылым министрлігі арқылы сіздерді қолдаймыз, жаңа шараларға қаржы бөлу мәселесін қарастырамыз. Сондай бірнеше ұсыныс келді бізге. Сол ұсыныстардың бірі бұл. Қазақстанда бірінші рет мемлекеттік деңгейде қазақ тілді блогерлердің сайттардың арасында интернет дода жасалды. Оған біз келістік, қазір 7 миллион теңге қаржы бөлінді. Ол енді бірінші рет осы шаралар атқарылады осы 2013. Екінші, дарынды жастарды қолдауға арнайы сайтқа қаржы бөлінді. Ол енді бір орта болады. Үшінші, компьютерлік сауаттылықты қолдауға қатысты шараларды қолдауға дәл осындай жүйені жасайды. Бірнеше осындай блогерлердің ұсыныстарымен шамамен 25 миллион теңгеге әртүрлі шараларды ұйымдастырамыз. Ең белсенді деген азаматтар, бізге ұсыныс берген азаматтардың жобалары біз қолдадық және оған қаржы бөлдік. Алдағы уақытта дәл сондай белсенділік танытатын болсаңыздар, біз сіздермен де алдағы жобаларыңызды қолдауға дайынбыз. Бүгінгі мен ойымша жақсы шаралар айтып кетті, жақсы идея. Мен енді кешіккесін барлығын көре алмадым, бірақ ең ішіндегі мықтылары, ең бір озық бір идеялар болатын болса, енді бұл жерде естімегенмен де интернет арқылы білеміз. Қазір қазақта бұрын жақсы
сөз бар ғой, жаңағы көз жетпеген жерге сөз жетеді дейді. Ал сөз жетпеген жерге интернет жетеді, қазір әлеуметтік желі. Сол себептен интернет арқылы сіздерді әлде де таныса жатармыз. Қазір де бірден қайтып кетпейміз, осы жерде боламыз. Егер ұсыныстарыңыз болатын болса, ойларыңыз болатын болса, тыңдап және алдағы уақытта қолдауға дайынбыз. Ал ең бастысы, мен бүгін осы жерде ресми вице-министр есебінде емес, жалпы блогер есебінде келдім. Тойдан кейін, сыр еліндегі тойдан кейін, сол себептен мен осы жердегі біраз жігіттерді танимын, қыздарды көруге қуаныштымын. Байланысымыз үзілмесін, интернет желісі күшейе берсін, жылдамдығы жоғары болсын, бағасы арзан болсын. Жастар, сұрақтарыңыз болса, мен де жауап беруге дайынмын.